Қайырлы күн. Қазіргі білім беру саласында цифрлық технологиялардың маңызы зор. Интерактивті платформаларды сабақта қолдану оқушылардың қызығушылығын арттырып, оларды сабаққа белсенді қатысуға ынталандырады. Цифрлық платформаларды орынды пайдалану мұғалім мен оқушының арасындағы кері байланысты күшейтеді. Көрнекіліктер бөліміне өтетін болсақ, барлық сабақтардың көрнекіліктері табылады. Соның ішінде орыс тілі мен әдебиеті пәнінің сабағында барлық көрнекіліктер бар. Барлық сыныптарға арналған кез келген тапсырмаға, кері байланысқа қосымша әртүрлі тапсырмалардың жиынтығы таба аласыздар. Топтық тапсырма, мәтіндер, текст, тест, әртүрлі тапсырмалардың жиынтығы бір жерде орналасқан. Соның ішінде дайын ресурстар, көрнекіліктер, түсіндірме бейнелер, ойындар, сыныппен жұмыстың ішінде топқа бөлу, кері байланыстың ішінде де бірнеше әдістері табылады. Мұғалім оқушыларды бағалайды, оқушылар сабақты бағалайды және әртүрлі эмоционалдық карточкаларда табылады. Шырағай платформасынан бөлек Автодрайв платформасының тиімділігі өте зор. Әр сыныпта әртүрлі деңгейдегі оқушыларға пайдалануға ыңғайлы. Оқушы кез келген суретті өз деңгейіне салады. Осындай платформаларды қолдану арқылы оқушылардың қызығушылығы артып, қабілеттері дами түседі. Немесе оқушылар сурет салуға қиналған жағдайда Автодрайв бізге көмекке келеді. Суретті оқушыға ерекше форматта ұсынып береді. Қарны ашықты. Енді қандай талғаз кетіңіз? Мәйіна? Ашты ма? Коспес Air оқыту процесінде AR-ды енгізетін шығармашылық әрі технологиялық құрал. Ол білімді, қызықты әрі интерактивті етеді және оқушының қызығушылығын арттырады.